Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай әдемі ерекше тақияны тігеміз. Алдыңғы видеода осы тақияның лекаласын тұрғызуды көрсеткен болатынмын. Мына сілтеме арқылы ол видеоны көре аласыздар. Ал енді тақияны тігуге кірісейік. Бізге негізгі мата керек және тақияның формасын ұстау үшін арнайы материал керек. Ол фетр болуы мүмкін, синтепон немесе дублерин болуы мүмкін. Менде ол арнайы фетр. Бұл фетрдің бір жағының өзінің арнайы желімі бар. Оны ыстығы түктің көмегімен жабыстырамыз. Ал сіздер кәдімгі орташа қалыңдықтағы фетрді алып, паутинка арқылы жабыстырсаңыздар болады. Оны жақсылап жабыстырып аламыз. Осындай дайын формасын ұстайтын материал шығады. Енді осындай материалдың үстіне дайын лекаламызды қойып, егер осындай суреті болса, суреттерін келтіріп сызамыз және қиып аламыз. Осындай 4 бөлшек қиямыз және ол бөлшектердің қиып болғаннан кейін өлшемдері бір-бірімен сәйкес келетінін тексеріп отырыңыздар. Егер сыртқы шеңбер бөлігі сәйкес келмей қалса, басымыздың өлшемі өзгеріп кетуі мүмкін. Міне осындай артық жерлер болса кесіп тастаңыздар. Енді қалған 2 бөлігін суретін келтіріп қиып аламыз. Міне дайын 4 бөлшек бірін-біріне қосқанда шеңберіміз шығады. Енді тақияның астыңғы бөлігін дайындаймыз. Ол үшін дайын лекаланы аламыз. Ол ұзындығы 58 сантиметрлік. Ол біздің басымыздың шеңбері және биіктігі 6 сантиметрлік лекалы. Оны негізгі матаға қойып, тігіске беретін қосымшасын қосып, кесіп аламыз. Осы бөлшектің суретінің қайсы негізгі бет болатынын таңдап, сол негізгі бетіне фетрімізді жабыстырамыз. Және осылай суреттерін бір-біріне сәйкестендіріп қойып көреміз. Бұл біздің негізгі бетіміз. Ыстығы үтіктің көмегімен фетрімізді жақсылап жабыстырып аламыз. Және де үстіңгі бөліктің астарын кесіп аламыз. Үстіңгі 4 бөлікке осындай 4 бөлшек қылып кесіп аламыз. Бұл біздің дайын тігуге арналған астыңғы, үстіңгі және астар бөліктері. Енді тігін машинасына барып, 2 бөлікті бір-біріне беттестіреміз. Шеңбер жағынан емес, кесілген 3 бұрыш жағынан тігеміз. 0,5 мм тігіске жібереміз. Міне осылай узорлары, суреттері бір-біріне сәйкес келу керек. Екінші 2 бөлікті де тура осылай бір-біріне қосып аламыз. Және осы тігісті үтіктейміз. Ашып, үтіктеп аламыз. Осы видеода көрсеткенде ашып тұрып үтіктейміз. Енді осы 2 бөлікті ортаңғы сызық арқылы бір-біріне қосып, шеңбер шығарамыз. Осындай ортасы кірген доғал шеңбер шығады. Және осы астарларын қосып, тура осылай қосып алып, екеуін бір-біріне қосып,
өлшеп көреміз. Мен өзімнің тақияма осындай сәндік тігіс жүргіземін деп шештім. Бір жағынан бұл сәндік тігіс болса, бір жағынан бұл көмекші тігіс болып келеді. Ол осы тақияның тігістері әдемі жатуына және формасын жақсы ұстауына септігін тигізеді. Осылай бір қайтара жүргізіп алдым да, және тағы да осылай екінші қайтара жүргізіп алдым. Сол кезде менің тақиямның төбесінен киіз үйдің шаңырағына ұқсайтын осындай узор шықты. Енді тақияның астыңғы бөлігінің жан тігістерін осылай тігіп аламыз. Ол тақияның астыңғы бөлігін екіге бүктеген кезде бізде ортасында осы тігіске берген қосымшаларымыз қалың болып білініп тұруы мүмкін. Сол себептен қайшымен осылай бұрыш қылып кесіп алып тастасаңыздар болады. Ол матаға байланысты болады. Енді осы тігістерін бір-біріне келтіріп, айналдыра тігіп шығамыз. Міне, бізде жаңағы фетр жабыстырылған бөлігі ол тақияның сыртқы бөлігі болып тұрады. Астыңғы бөлік пен тақияның үстіңгі бөлігін осылай қыстырып, келтіріп, қосып аламыз. Сіздер оны иненің көмегімен, не болмаса, ине жіппен көктеп қосып алсаңыздар болады. Бұл қазір машинаға тіккен кезде машинкамен өздеріңізге ыңғайлы болу үшін осылай машинканың көмегімен 0,5 мм қылып тігіп аламыз. Артық жіптерін кесіп, тақияны бір оң аударып, бір тексеріп шығайық. Міне бәрі жақсы тұрған сияқты, жақсы тұр. Енді осы тақияны қайтадан теріс аударып, астарды қосамыз. Тақиямыз теріс тұрады, және астарымызды теріс тұру керек. Және осы бір бөліктің шеңбер жағын тікпей тастап кетеміз. Алдыңғы тіккен тігістің үстінен айналдырып тігіп шығамыз. Жаңағы тастаған орынды тікпейміз. Ол қазір біздің тақиямызды оң аударғанға керек болады. Енді осылай асықпай тақияны оң аударып аламыз. Міне осылай тақияны оң аударып, артық жіптерін кесіп, жаңа тікпей кеткен жерді ине жіптің көмегімен жасырын тігіс арқылы тігіп шығамыз. Мен тақияның астыңғы бөлігінің ортасынан айналдыра бір тігіс тіктім, және үстіңгі бөлік пен астыңғы бөлік қосылған жерден айналдыра тігіс тігіп алдым. Ол тақияның формасын жақсы ұстап тұрады. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып сұраңыздар. Каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.